Әлемдік мұнай газ саласы тоқтаусыз дамып, оған еш тосқауыл қойылмау керек. Себебі қара алтын адамзат үшін әлі де маңызды ресурс. Өндіріс көлемі артпаса да төмендемейді. Әмірліктер астанасы Абу-Дабиде бас қосқан жаһандық энергетикалық қауымдастық мүшелері осындай ортақ тұжырымға келді. Жер жүзінің алпауыт компания жетекшілер жиналған іс-шара мұндай газ өндірісінің қазіргі жай-күйін саралап, келешегін нығарлауға арналды. Форум алаңынан әріптесім Рауан Мыңбай сөз алады. 30-дан астам ел, 2500 компания және 250 мың қатысушы. Абу-Дабидің дәстүрлі энергетикалық форумы биыл кең ауқымда өтіп жатыр. Айтулы басқосу әмірліктің мемлекеттік туы күнімен тұспа-тұс келді. Ал бұл өз кезегінде елдің береке бірлігін білдіретін нышан. This is a moment for clarity, for courage, for collaboration. Шартараптың әр қиырынан жиналған шикізат өндірушілер өзара ынтымақ серіктестік ұғымына берік. Тараптар бұл байланысты одан әрі нығайта түспек. Осы мақсатта мұнай-газ өндірісінің тиімділігін арттыру және заманауи талаптарға бейімдеу ісі басталды. Қазақстан ұтымды үдерістен қалыс қалған емес. Еліміздегі бірқатар кен орны мен зауытта цифрлық шешімдер енгізіліп, кәдеге жаратылып жатыр. Ал Араб компаниясында жоғары лауазымды қызмет атқаратын отандасымыз Мағжан Кеңесбай жаһандық деңгейде жаңашыл жобаның басы-қасында жүр. Қоғам өмірі мен өндірісті цифрландыратын AI шешімдердің негізін қалаған. Соның бірлігі кен орнындағы деректерді талдауға арналған. Тиімді жүйе шикізат өндірісінде кең қолданыла бастады. Қазақстанның мұнай-газ секторындағы ұлттық компаниялармен арада байланыс орнатылды. Бірқатар жұмыс процесін AI шешімдеріне сай бейімдеу жайы қаралды. Компаниямыз қазір энергетика саласына арналған алғашқы жасанды интеллектіні ойлап тапты. Ол тек деректерді талдамай, автономды әрекет етеді. Барлау жұмыстарын жедел жүргізіп, ұңғымалардағы шикізат мөлшерін дәлме-дәл анықтайды. Форум алаңында қазақстандық тарап маңызды келіссөздер жүргізді. Ұлттық компания жетекшілері елдің мұнай-газ саласы жаһандық өзгерістерге сай дамып, кез келген сын-қатерге қарсы тұратынын жеткізді. Бизнестің бір орында тұрмай, түрлі бағытта кеңейе түсетіні айтылды. Сала өкілдерінің айтуынша, қазақ жерінде әлі терең зерттелмеген қара алтын кеніштері көп. Инвестициялық қызығушылығы басым. Бұл ретте шетелдік компаниялар мұнай бассейндерін бірлесіп барлауға мүдделі. Қазақстанда 15 бассейн бар геологиялық тұрғыдан, соның 11-і әлі зерттелмеген. Оны біздің серіктестер, шет елдер компаниялары жақсы біліп жатыр. Ол айтады, бізде қызығушылық бар, үкімет қолдап жатыр. Тез қарқынды өзгерістер заңнамаға енгізіліп жатыр, яғни инвестициялық тартымды болу үшін. Ол үлкен қаражаттар, мысалға кез келген бір өндіріс, мысалы газохимиялық өндірістерді айтатын болсақ, мысалға қазіргі таңда Селена жобасы, полиэтилен 7 миллиард ақш доллардан астам инвестиция. Ол өте үлкен қомақты қаражат. Жалпы Араб түбегінің шағыл құмдары Бархан даласында ғасырлар бойы тұнып жатқан мұнай аймақ жұртын көл көсір пайдаға кенелтті. Мол қазына үстінде отырған елдер әлемдік нарықтағы үлесін арттырды. Қазір жер жаһанда қара алтынға деген жалпы тәуліктік сұраныс шамамен 103 миллион баррельге тең. Соның біршама бөлігін Сауд Арабиясы, Араб әмірліктері, Кувейт және Қазақстан сынды ірі мұнай өндірушілер өтейді. Қара алтынның мол қорына иелік ететін мемлекеттер өндірісті жай ғана арттырып қана қоймай, оны тиімді әрі экологиялық жолмен дамытпақ ниетте. ОПЕК+ мүшелері бұл үдерістің үзілмей мұнайдың әлемдік экономикадағы маңызы қазіргі қалпында сақталады деген сенімде. Сондықтан өндіріс өрісін кеңейту, жаңа кеніштерді игеру және инвестиция тарту бұрынғыдан да жедел қарқын алуы мүмкін. Абу-Дабидегі форум мінберінде һәм алаңында жасалған мәлімдемелердің өзегі осыны айғақтайды. Рауан Мыңбай, 24 KZ, Араб әмірліктерінен.